Бүгін бізде Витиспорт сборкасы. Сборканы бастамай тұрып, заттарды түгелдеп аламыз. Комплектте бізде сыртқы каркастары болады, және ножкалары, болт кілттері, сеткасы және жгуттар келеді. Осы заттарды түгелдеп аламыз. Ең біріншіден осы сыртқы каркастарын алып, үш каркасын бір-бірлеріне жалғаймыз. Осы үшеуін кигізіп болғаннан кейін осындай ножкаларын алып, каждый аяқ жағын қатайтамыз. Осылайна сеткаларына каждыйына жгуттарын кигізіп, осылайна өзіңізге оңай болу үшін осылай крест-на-крест тартып қойсаңыз болады. Қазір келесі видеода сізге көрсетемін қалай тағу керек осы жгутты. Жгуттар тағу үшін бізге астына қарай бас жағын өткізіп, үстіне осылай кигізіп жүру керек жай ғана. Сосын астына қарай осы басын астына қарай қайып қоясыздар. Дәл осылай барлық жағын солай жасайсыздар. Осылайна барын тағып болғаннан кейін астында резинкалар болады, ножкаларын шешіп, дәл осындай темір болады. Сосын және екі шестегенге болт болады. Осылай кигізіп, үстіге қарай көтеріп, осы тесікпен, бірдей қылып кигізу керексіздер. Мен дәл осылай қатайтып қоямыз. Сосын екі уровеньмен дәл осы ұзын алып, осы болтпен, үстіңгі болтпен, астыңғы болт бірдей келетіндей қылып қоямыз. Сосын дәл осылай барын қатайтып қоямыз. Дәл осылай сатып болғаннан кейін пластмассаның аяғында крекісімен астын үстін қатайтып болғаннан кейін осы темірді дәл осылай қатайтып қоямыз болтпен. Осыны қатайтып болғаннан кейін ішіне саламыз да, дәл болтпен осылай қатайтып қоямыз. Ішіне салып ұзынырақ либо кішкентай қылсаңыз да болады. Дәл осылай міне сборкасы бітті. Дәл осылай болды.